саламатсыздар ма, құрметті іздеушілер? Саламатсыз ба тағы да? Дүкендеріңіздің ашылу салтанатының дәл үстіне түсіп, арасында жұмсап жіберіп жатыр. Фуршет дайындап жатырмын, келіп жатқан қонақтарға кішкентай қазақи айран мен бауырсағымды әкеп берші деп өтініп жатыр деп. Менде осы қызым осы жаққа келіп, кішкене тентек мінезі бар, кешірім сұраймын, енді орысшалау тәрбиеленген. Мен жаңа осы қыз неге келгелі, мама, сіз ауырып жүрсіз ғой, майлы тамақ іше алмай жүрсіз. Маған келетін емдеушілердің бәрі осындай үлкен ата әжелер барып осындай суды әкеп берейін, ішесіз ба деді. Содан шілде айы жаз ғой, іше бересің ғой, суды өкіртіп іштік, жақсы майлы тамақты жей бастадық. Тек қана суға қайнатылған диетамен отырған едім. Содан не керек, бір айдан өте приступ ұстады. Менде жаңа кісі айтқандай өкіртіп ішкем ғой, жаз ғой, шөлдеге іше бересің ғой, жайсың деп. Содан өте тас бар болып шықты. Содан оны енді тасты қозғап атқан су деп ойлаған жоқ, суды жалғастырып іше бердік. Содан бір күн айтады, мама, майлы тамақ жей алып жүрсің ғой, маған бір отзыв айтшы дейді ғой. Мен айтамын, жоқ, оттегі тас еріп кетсе, отзыв айтамын, өтірік отзыв бермеймін деп. Содан 3 айдан кейін УЗИге бар, біресе ақша болмай қалады, біресе уақыт болмай қалады, ақшасын мен ақ берейін, баршы деп бір күні айтып қарасам, февраль болып кетті, 5 ай өтіп кетті. 5 айда барып УЗИге түссем, расында да өтімде 1 сантиметр 3 миллиметр дәу тасым жоқ. Әйтпесе дәрігер маған жаңағы ешқандай дәрі ішіп тасты ертем деме, жазда плановыйға барасын, ана қалтасын алдырып тастайсың деп айтқан еді. Сон енді операциядан басқадан құтылдың ғой деп, содан не керек, мен содан кейін сенем, бұл суды әлі 2 жыл болды ішіп жатырмын. Сосын кеше ораза айы болды, оразада міндетті түрде осы ана бұлақ суын бір кесесін дайындап қойып, кішкене жылтып мұздай пішамайсың ғой. Содан енді кеше бір жиналысқа бардым, көрген кісілердің бәрі не қапты, жүдеп қапсың деп жатыр. Енді ойлаймын, ол енді осы судың арқасында. Мен жүдегенге енді қатты қорықпаймын. Мен қандай қатты немін ба? Фигурам әдемі, тамаша. Толық болып жүргеннің қажеті жоқ деп ойлаймын. Қайта мен жүдей алмай жүредім, маған ол комплимент болды айтып отқандар. Көргендердің бәрі, ойбай, не болған саған жүдеп кетіпсің ғой деп жатыр да. Өзіме жақсы, жеңіл сезінемін. Аздыруға, салмақ тастауға да көмегі бар да. Енді жүрген жерінде осы суды ішсеңдерші, ай мен соны ішіп, мен тастан құтылдым ғой деп жүрген жерінде кеңес айтып жүредім. Осы енді кәсіптеріңізге береке берсін, керемет интерфейс, диван бәрін қойылып жатыр. Керемет. Сәттілік. Рахмет сізге де үлкен. Осылай қараңыздаршы, өттегі таз, бауырдың түрлі өзгерістері, керемет нәтижелер. Әрине емдік судан біздің Қазақстанға бұйырған, қазақтарға ғана бұйырған керемет бұлақтың суын сіздер де ішіңіздер. Осыншама адамдар куәгер болып жатыр. Үлкен кісілер барлығы, яғни алдамайтын кісілер. Көктөбе ана бұлақ